Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз дымлама дайындаймыз. Барлық ингредиенттарды ірі етіп тураймыз. Картопты 2 бөлікке бөліп, үлкен болса 3 бөлікке бөлеміз. Сәбіз, болгар бұрышын, пиязды, капустаны, помидорды турап аламыз. Құйрық май тураймыз. Етті ірі етіп тураймыз, сонда ол сочный болады. Барлығын дайындап алдық, енді қазанға саламыз. Алдымен құйрық майды салып шығамыз, үстіне ет салып, дәміне қарай тұздап, етке арналған дәмдеуіш қостым. Бұрыш қосамыз. Картошкамызды саламыз. Пияз, сәбіз, болгар бұрышын. Помидор салып, тұздап, бұрыш қосамыз. Үстін капустамен жабамыз. Чеснок саламыз. Тұздаймыз. Бір пучок укроп бетіне саламыз. 100 мл су құйып, 10 минут қатты отқа қоямыз. Содан кейін жай отқа 1 сағатқа қоямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыз.